Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен штрудель тамағын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен мен бірінші қамырын дайындап алдым. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астында көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суды, жұмыртқаны, тұзды қосып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұнды қосып, біркелкі қамыры болғанша илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып қойып қоямыз. Енді кезекте салмасына кірісеміз. Морковты үкіштің үлкенінен өткізіп аламыз. Пиязды ортасынан бөліп турап аламыз. Қызып тұрған табамызға майды құйып, үстіне пияз бен морковты салып қуырамыз. Салмасы қуырылғанша етті, капустаны және картопты, пиязды турап дайындап аламыз. Барлығын турап дайындап қойғаннан кейін, міне бізде салмасы да дайын болды. Оны суытуға қойып қоямыз. Одан кейін дәл сол табамызға пиязды салып, май құйып, қуырып аламыз. Одан кейін үстіне етті салып, әбден қуырамыз. Қуырылғаннан кейін су құйып, бетін жауып бұқтырамыз. Етіміз піскенше қамырды домалақ етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне май құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан кейін біздің суыған начинкамызды салып, біркелкі етіп орналастырамыз. Соңында видеодағыдай домалақ етіп орап шығамыз барлығын. Бірдей бөліктерге кесіп дайындап аламыз. Оған дейін біздің етіміз де пісіп қалды. Татымына қарай тұз, бұрыш
және дәмдеуіштер, паприка қоссаңыздар болады қалағандарыңызды. Одан кейін үстіне капустаны салып, бір бұқтырып аламыз. Капустаны бұқтырғаннан кейін үстіне картопты салып, ыстық су құйып, су қайнағанша біраз күтеміз. Су қайнағаннан кейін үстіне штрудельдарды біркелкі етіп орналастырамыз. Су құйғаннан кейін дәм тұзын қайтадан байқап алсаңыздар болады. Одан кейін бетін жауып 30 минутқа бұқтырамыз. Тамақтың піскен-піспегенін картошкаға пышақты қадап немесе вилканы қарап тексеріп алсаңыздар болады. Біздің тамағымыз дайын, әсемдеп, өздеріңіздің қалауларыңызша дастарханға әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.